араларға су беретін ыдыс. Мынау шелек, 5 литрлік шелек. Мына жерінде сыртынан қарағанда мынандай нелері бар. Соның ішінен тесік жасаймыз. Бүйтіп дрельмен. Былай тесіктер жасаймыз. Айналдырып. Енді біраз қалды. Дрель. Кәдімгі қол дрель. Шегенің басын бүйтіп шығып кетпес үшін шеге, кәдімгі шегемен өстіп тесеміз. Ондай тесіктер болады. Соның ішіне суды құйғаннан кейін онымен бүйтіп жабылады. Жапқаннан кейін бүйтіп төңкереміз сумен. И араларын жерден ішкеннен кейін, мына жерден аралар өзі ішеді. Өзі ішеді суды. И су таусылған сайын жерден су өзі толып тұра береді. Қайта-қайта ішкен сайын, су босаған сайын орнына су тола береді. Осындай араларға арналған астау деуге болады, поилка.